Хамзат Чимаев UFC'ге жақында ғана келді. Бірақ ол алдына келген қарсыластарының барлығын місе тұтпай талқандауда. Ол берілді. Чимаев сабмишнмен жеңді. Сосын оған Рис Макки есе жіберді. Жетер, стоп. Чимаевтың кезекті жеңісі. Хамзат олардан жай ғана өтіп кетуде. Бұл жекпе-жекте техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Хамзат Борис Чимаев. Хамзат, сенің күш қуатың қай жерге дейін жетеді? Мен барлығын айырамын. Оның келесі қарсыласы ардагер Джерард Мершер. Хамзат мені әлдеқашан жеңіп қойдым деп ойлап отырған шығар. Бірақ мен мықты жігітпін, оңай шағылатын жаңғақ емеспін. Төреші Марк Смит жекпе-жекті тоқтатты. Болды, стоп. Міне, дәл осылай Хамзат Чимаев тағы да жеңіске жетті. Хамзат жекпе-жек алдын мен сені күреске салады деп ойлайсың ба? Саған соққымды көрсетемін деп айтқан еді. Алдамапты. Кім бар тағы қане? Мен барлықтарыңды жыртамын. Бітті осымен. Чимаев тағы да жеңіске жетті. Хайп расталды. Хамзат Чимаев әлемді таңғалдыру үшін Гилберт Дуринио Бернспен шайқаспақшы. Чимаев Гилбертті соққының астына алуда. Бернс Чимаевті құлатты. Жекпе-жекте осынай. Хамзат Чимаев пен Гилберт Бернс 15 минут төбелесті. Жеңімпаз осыған дейін жеңіліп көрмеген. Бұл UFC 279. Чимаев бірден аяққа өтті. Бұл деген сұмдық қой. Ол тағы да жеңімпаз атанды. Пауло Коста туралы білгілеріңіз келсе, ол орта салмағы рейтингінде 7-ші орында. 11 нокаут, 1 сабмишні бар. Ол карьерасында әуесқой жекпе-жекке шықпаған, бірден кәсіпқойға келген. 12-ші жылы UFC-дегі дебютін өткізген, сосын 17-ші жылы Гаррет Макланаға қарсы жекпе-жекте оны тізе бүктірді. Маклален өте ауыр соққы өткізіп алды. Пауло Бурачиния ол UFC фанаттарының қошаметіне бөленуде. Дәл қазіргі уақытта UFC-де нағыз нокаутерлар көп емес. Коста солардың бірі. Орта салмақ дивизионында Пауло Костамен бәсекелесіп, оның жойқын соққыларын көтере алатын жауынгерлер бар ма? Сен дәл қазірдің өзінде топ 10-дықтағы кез келген жауынгермен төбелесуге дайын сияқтысың. Иә, мен кез келгенімен төбелесуге дайынмын. Кім екені маңызды емес. Коста бұл жаңа MMA әлеміндегі нағыз қатыгез жауынгер. Коста нокаутпен жеңушілердің қатарынан. Болды, аяқталды, осымен бітті. Пауло Коста тағы да жеңіске жетті. Юрай Холл өте ауыр соққы өткізіп алды. Пауло оны құлатты. Менің мұнда келу себебім кім екенімді көрсету үшін. Енді жаңа уақыт келді. Мен бұл спортта бразилиялық жауынгерлерді жаңа қырынан танытамын және UFC-дің бразилиялық аңызы атанамын. Ол Ромероны құлатты. Ромеро қауіптің астында. Міне Ромероның жауабы. Міне біздің күткеніміз осындай сұмдық жекпе-жек. Пауло Коста мен Йол Ромеро 15 минуттық шайқас өткізді. Біз енді UFC 278-деміз. Менен қашып қайда барасыңдар, құтыла алмайсыңдар бәрібір.